Ассалаумалейкум, барша автолайк YouTube арнасының көрермендерінің назарына. Бүгін күн жексенбі, Шымкент қаласындағы Жұманов атындағы автокөлік базарына келдік. Осы жерде тұрған газель автокөліктерінің бағаларын түсіріп сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Біздің арнаға тіркеліп, видео соңында ұнап жатса лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Және де жеңіл автокөліктер тағы түсіретін боламыз. Білесіздер, 10 күн бұрын Монғолияға барып, сол жақтан көлік әкелген болатынбыз. Сол жақтағы көліктердің бағаларын да түсіріп, осы YouTube каналға шығарған болатынбыз. Сосын біздің арнаға тіркеліп, алдыңғы шығарылымдарды бір-бір қарап кетсеңіздер, дұрыс болар еді. Қатарынан жаңадан жиналған рабочий газельдердің барлығы тұр. Келіп қарап көріңіздер. Және де газель автокөлігін жинайтын болмаса, запчасть сататын жігіттер болса, жаңадан проект бастап жатырмыз. Соған демеушілік жасауға сіздерді шақырамыз реклама бойынша. Егер қандай да бір реклама болса, төменге WhatsApp нөмірді қалдырамыз, сол жерге хабарласып, өз ұсыныстарыңызды тастасаңыздар болады. Так, бірінші сатылымда Ульфарик газель 405 инжектор мотормен. 2008 жылғы машина, 6,5 миллион теңге сұрап тұр. Телефон нөмірі 747 743 58 17. Егер көрем дейтін кісілер болса, машина жаңадан жиналған, барлық деталі краскіленіп, жаңадан ауыстырылатын бәрі ауыстырылып шыққан, новый баллондарда машина тіпті 20 кузов. Баллондар мұрттарымен барлығы новый да. Боковой есік бар, мал артып түсіретін болсаңыздар. Кішігірім шаруаға ыңғайлап істелген. Ағаш бортмен. Газ тұрнарада, по-моему, 75 литр. Жаңылмасам. Рамы жаңадан жиналған, жаңадан қапталған толымен. Алты новый баллон. Рессор усилить дополнительный инструментке ящигі бар. Шымкент дейді. Оның бәрі жаңадан қойылған. Кімге қызық, телефон нөмірге хабарласып көрсеңіздер болады. Шмидц деймін. Бүгін Шымкентте сәл жел болып тұр видеоның. Салон полный қапталып, аквапринт, полный мультируль, пятиступичная коробка, механикада, кішігірім барный столик. Барлығы дайын ғой дағырда, аласын. Жұмысқа саласын ғой. Кімге қызық, басында көрсетілген телефон нөмірге қоңырау шалсаңыздар, сол кісімен сөйлесіп көре аласыздар. Ульфарик газельдің рестайлинг варианты да. 420, тоже ағаш борт. Бірақ жылы жаңа бұл машина. 2014 жылғы машина, 2.9 моторда. 7 миллион 800 мың теңге сұрап тұр. Телефон нөмірі көрсетілген. Кімге қызық хабарласып көрсеңіздер болады. Жалпы базардағы 60% машина жаңадан жиналған көліктер. Қазір біртіндеп шетінен көрсетеміз. Бұда да баллон, 6 баллон жап жаңа. Газ баллон. Бұның да рамысын бәрі жаңадан жиналған. Нөлден жиналған машиналар ғой. Усилить етілген. Рамы дополнительно қосылған. Қарсаңыздар. Қазір заводская өзінің салмағы 1 тонна 200 тартсаң, мынау прям ат құсап тұрады ғой. Отырмақ түгілі. Басқа қаладан көріп отырсаңыздар, газель іздеген жолдастарыңыз болса, болмаса достарыңыз болса, жіберіп қойсаңыздар болады осы видеоны. Кейін өздеріңіз ағаннан кейін бір лагы жағып жіберсеңіздер. Егер газельдің қосалқы бөлшектерін сататын жолдастарыңыз болса, біздің WhatsApp нөмірге шықсаңыздар болады. Жарнама бойынша
кішігірім біздің проектіміз бар. Сол проектіге жарнама іздеп жатыр қазіргі таңда. Егер реклама жасап магазин көрсетемін дейтін кісілер болса, тоже салон жаңадан жиналған, 3D полик полный. Тағы да бір газель тұр сатылымда. Мына боковойдан прям арттағы құрт-құмырсқаға дейін көруге болатын сияқты ғой. 2013 жылғы машина, 2.7 мотор, 8,5 миллион теңге сұрап тұр. Телефон нөмірі міне. Кімге қызық, хабарласып көрсеңіздер болады. Четкий свет екен. Миллион командасы Ероманың BMW-сінің краскасы сияқты ғой, жылтырап тұр, қараңыздаршы. Қазір күнге басқа цвет береді. Борттың ұзындығы 5 метр болу керек, 5-те 20 ма әлі. Жаңағы жиналған машина көрініп тұр, жалтырап. Так, верхний погрузка бар машинада, боковой. Кішігірім обшивка бар боковойда. Сол үшін боковойды аша алмайсыздар. Бұл верхний погрузканы өзі жетеді, негізі шешіп қайтып қатырам деп қиналмасам. Дополнительный инструментке арналған ящик бар. Рама усилитель Шымкентте. Полный даже 100% десем жаңылмайтын жарым, газельдер усилитель полный. Салоны басқаша ерекше тігілген екен. Қараңыздаршы, полный. Четкий тігілген. Автопонилер, линолеумдар машинада. Не мотор тұр? 409 моторымен. Ашып жібересіз? 409 мотор. Газельдердің ішіндегі ең четкий мотор 409 болып тұр ғой газда. 409 инжектор. Жалпы жағдайы четкий машинаның. Көрсетілген телефон нөмірге хабарласып, толық ақпарат сұрап көрсеңіздер болады. Рабочий кубарик газель тұр, 520 ұзындығы. Тоже 2011 жылғы 2.8. Так, қазақ учет 6 миллион 800 мың теңге дейді. Телефон нөмірі көрсетілген. Егер көрінбей қалатса, біздің WhatsApp нөмірге жазсаңыздар, осындай машиналардың нөмірін алып бере аламыз. Машинада автоном, рация барлығы орнатылған, дальнийге дайындалып тұр машина. Шкиптің бір нәрсенің кішігірім дауыс шығып тұр, ештеңе етпейді. Рабочий состояние баллондар жүріп жүрген. Ең керегі сіздерге газ баллон. Татау орнатқан екен. Рабочий машина болғаннан кейін косметикасы мықты болып тұрған жоқ. Дополнительный инструментке кішігірім күш салатын орнатылған машинада. Машинаға сауда келіп отыр. Ішкі көрінісі машинаның жылы жаңа бағасына стоит машиналардың бірі базардағы. Жаңағыдай кішігірім косметикасын істетіп жіберсеңіздер зор болады. Мына бетте де инструментке арналған кішігірім ящик. Автономдының багы. Машина бір сөзбен айтқанда дальнийге дайын ғой. Оптима рациясымен. Хабарласыңыздар телефон нөмірге. Сол жерден толық ақпарат сұрап көрсеңіздер болады. Нарада да тоже 420 газель ақ түсте 2009 жылғы машина. Сотки инжектор дейді. 5 миллион 300 мың теңге. 352 02 31 705. Машинамын саудасы кеп базардан айдап шығып көріп білейінді кетіп барады. Осындай ойға қонымды баға қойса машина базарда жақсы сатылады негізі.
чем колесаға кеп 5000 теңгеге платный қойдырғанша. Тоже газ, бензин, величина баллондар. Газ. Так. Қанша литр? 105 литрлік газ. Рамы таза машинада. Бұлар енді алалар сияқты усилителмеген машина. Рессоры. Ақ тент полный. Негізі жалпы Шымкентте машинаның тап-таза қылып, оның құлта олдыр ғой. Еге шоған ашып көрсетейін десек болмай қалды. По-моему, боковой погрузка болу керек надо. Шторка емес, сонда да боковой ашылу керек. Бұның верхний ашу енді проблема. Мұнаның бәрін шешеді, мұнаның бәрін шешесің. Сонымен ары қарап аударып барып ашу керек болады. Боковой бар ма десе, бар десін, верхний бар ма десе, ашуға желание жоқ дейсің ғой, құлыптаулы екен полный машина. Кімге қызық, телефон нөміріне хабарласып көрсеңіздер болады. Басқа сұрақтарыңыз болса. Заводской борт рефрижераторды сатылымда. Газель бизнес 2014 2.9 мотормен 5 миллион 600 мың. Газель алатын уақыт кеп қалды деймін что-то. Бағалары жақсы түскен екен. Жұмыс жасап жүрген газельдердің бағалары ойға қонымды. Газ, бензин, машина. Баллондар средний состояние. Аса мықты емес, 80% бар енді көрініп тұр протектормен. Кішігірім борттың косметикасы ғана нашарлау, а так машинаның жағдайы жылы жаңа машина болғаннан кейін жақсы деп ойлаймын. Рамысы қатты усилителмеген, өйткені рефрижератор негізі мына заводской осындай ұшақ пластинкіден тұрады. Астында кішкентай біреуі болады, сонымен төртеуі болды. Ол негізі жатпайды. Рамысы таза машинаның. Кімге қызық, телефон нөміріне хабарласып көріңіздер. 520. Анда шторка газель тұр. Барик. 2010 жылғы машина. 2.7 объеммен 7 миллион 800 мың теңге сұрап тұрған бағасы. Телефон нөмірі 702 501 96 96. Инжектор мотор. Газында форсункілерін бәрі довыйдан сияқты жылтырап тұр. Машинаның баллондары барлығы жаңадан жиналған 170 литр. Газ орнатылған, новый баллондар, усилителген рамалар, дополнительный инструментке арналған ящиктер. Надо тек верхний погрузка болу керек, өйткені боковойында шуруптар тұр, ол қатырылған. Тек верхний погрузка бар, роликпен ашаса, итеріп жібересіз. Болды. Кішігірім мал тасуға арналған бұрыш-бұрышынан 4 бұрышына шылдырмақ қойған. Іліп қоюға. Алейкум ассалам. Я ютуб. Болды. Обязательно. Трубкың бәрі, тормозный трубкың бәрі новыйдан салынған. Крестовина рабочий тұр, шлангылардың бәрі жаңадан ауысқан. Стабилизатор новыйдан салынған машинада. Значит, тормозный система нормальный машинада. Енді алып отсаңыздар, қарап көрсеңіздер болады өздеріңізде. Ішінде шторка. Ішін көрсетпей дегенде музыка ойнап тұр екен. Бізге музыка түсіруге болмайды. Жалпы жағдай жақсы машинаның. Тағыдан Упарик газель тұр, 420 сатылымда бизнес. 2007, 2.7, 6 миллион 300 мың теңге сұрап тұрған. Телефон нөмірі 747 394 0101 дейді. На боковойына хит болып отыр екен бізде. Барлық газельдерлік бар. Баллондары полный новый машинаның.
тоже жаңадан жиналған, короннан бәрі новыйдан қойылған машинада. Салонда жаңадан тігіліп жиналған машинаның таптаза бір сөзбен. Мынаны 2015 жылы Москвадан машина алып келіп тур осындай общикпен келіп еді менікі. Ол да тоже ютубта бар. 105 литр, 130 литр газ. Машинаның рамасы таза. Машина усилителген. Баны да айтып кеткендей ғой, біздегі Шымкенттегі почти 100% машина усилителет. 100% усилителмейтін жаңағыдай рефрижераторлар болмаса ана кішкентай мынандай заводской бортпен қағып кетеді ғой, сол машиналар ғана усилителмеуі мүмкін. Полный салон қапталған, полный. Асты ағаш, по-моему, қаншалық 15-тік па? Шетін бәрі фанерамен қапталған, жиналған. Газель алғың келсе Шымкентке кел деп осыдан кейін айтады. Ойыңдағыдай жасап қояды. Мынаның бәрі жанады. Мына газельдің түнде тұрсын көрсең, ол бір бөлек әлем ғой. Көрген адамға да приятно, алып отқан адамға приятно. Тент не дейін барлығы. Ешқандай артық сызығы жоқ, несі жоқ. Хабарласыңыздар. Егер кімде-кімге қызық болып жатса. Тағы да 420 Опарик газель тұр. 2016 жылғы 409 мотормен 9 миллион 200 мың теңге. Телефон нөмірі көрсетілген. Машинаға сауда кетіп отыр. Газель бизнес, боковой погрузка бар машинада. Газ орнатылған, почти новый газ тұр. Рамы таптаза, антикоррозия жасалған машинаға. Четкий жасалған машина. Жаңа баллондар, міне осылай усилителетін машинаның. Қараңыздар, шына усилителет. Заводскойда 4 штук болады, мынада 11 штук надо. Осылай усилителет. Рамы қараңыздар. Таптаза, антикоррозия. Жаңа ағаш қойылған, шөйлердің бәрі жаңадан орнатылған, дополнительный инструментке арналған ящиктері бар. Задний погрузка. Верхний тоже бар, верхний погрузкасы. Ролик куда төбесі? Верхний. Сіздер қарап отырсыздар ма? Ролики ғой, төбесі. Машина тастай ғой, жақсы жиналған машина. Даже самоварға дейін новыйдан салынған. Астында клиенттер келіп жақсы көріп отыр машинаны. Салон аквапринт, бизнес салон. Полный тігілген, обещаниясымен. Краскасы да жақсы жасалған. Кімге қызық телефон нөмірге хабарлассаңыздар, жаңа көрсетілген. Сол жерден толық ақпарат аласыздар. Анша-мұнша тандемдердің головасы ондай емес ау. 5-те 20 еще фермер газель тұр арада. Фермер сұрап атқан кісілердің назарына. 2001 жылғы машина. Батл Опарик істелген. 2.9 мотормен 7,5 миллион теңге сұрап тұрған бағасы. 707 694 65 15 нөмірі. Әрен көрінеді екен. Базарда машина жақсы сауда кетіп жатыр негізі. Базарда машина көріп жатқан қазір. Көріп келуге кеткен 2-3 машина бар. Базарға келсеңіздер, қарап көрсеңіздер. Дұрыс болады. Газ, бензин машина. Есігі құлыптаулы екен. Іші полный тігілген машинаның. 170 литр бак газге. Автономкының бачогын қойған екен жаңадан. Автономка бар машинада. Тұрып шығып тұр. Таза. Ешқандай жарылған жері көрінбейді. Енді өздеріңізде көретін кезде қарап аласыздар. Баллондары
85-90% машинада. Рабочий машина, жұмыс жасап жүрген. Аласың, тексерудің қажеті жоқ, көріп мініп кетсеңіз болады. Боковой верхний погруз бар машинада. Келіңіздер базарға келіңіздер. Қысқың бәрі базарда. Колесаны аралап шаршамаңыздар. Базарға келіп, ұнаған көлікті қарап алсаңыздар, шын екі қатар базарда екі қатар газель тұр. Оның барлығын бірдей түсіріп шығару мүмкін емес. Ұзақ уақыт керек болады. Сол үшін өздеріңіз келсеңіздер болады. Әр жексенбі күні Шымкент қаласында Жұманов атындағы автокөлік базарында осы газельдердің қатар жұмыс жасап жатыр. Жалпы жеңіл автокөлік болсын, газель болсын кеп қарап көрсеңіздер болады. Термоутта опарик газель тұр. Холодильнигі көрініп болған, қазір жоқ. 2006 жылға 2.9 моторымен 2.800.000 теңге. 747, 845, 49, 19. Арзан вариант іздеп жатқан адамдарға идеальный вариант негізі. Қазақ нөмірде бұндай бағамен даже газель кейін карбюратор, машина, баллондар средний состояние, газ, бензин, 3-ші поколение газ, бага тұр. Бірақ қарап көру керек. Рабочий, не рабочий. Бұлда да сол өзінің пластинкілеріне бірақ пластинка қосылған рессорға. 320 кім ал под проект болмаса істеп шығарам дейтін кісілер болса хабарлассаңыздар болады. Негізі идеальный вариант, идеальный. Рабочий машинаға зор баға негізі. Телефон нөміріне хабарласып, толық ақпаратын сол жерден сұрап біле аласыздар достар.